Армысыздар, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын етпен бірге дайындалатын тұздықтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Алдымен қызып тұрған майда етіңізді уақтап, немесе өзіңізге қандай көлемде керек солай турап, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Қақпағын жаппай, ашық табада қуыратын боламыз 10 минуттай. Одан кейін үстінен тұзын, бұрышын, өзіңізге ұнайтын етке арналған дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен тұз, бұрыш және зира қостым кішкене. Жақсылап араластырып, енді қақпағын жауып, тағы да бір 10 минут су құймай өзінің сөлінде тағы да қуырып алатын боламыз. Одан кейін үстінен пиязын, сарымсағын турап саламыз. Осы кезде 2 ас қасық ұнмен суды араластырып аламыз да, осы еттің үстінен құйып қайнауға қоямыз. Кейін үстінен тағы да 2 стакандай осы таба толыңқырайтындай кішкене су құятын боламыз. Осы суымыздың үстінен 2 қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырып, енді жарты сағатқа пісуге қоямыз. Міне, ұн қосылғаннан кейін, су қосылғаннан кейін осындай қоймалжың болып дайын болған кезде осылай пісіп шығатын болады. Еті де піседі. Барлық сарымсақтың, бұрыштың дәмімен өте дәмді болып шығады. Осы видеом сізге аз да болса пайдасы тиген болса, мені қолдай кетіңіз.